Ассалаумағалейкум достар, сендермен мен Духа достар. Бүгінгі видеоның тақырыбынан көріп тұрғандарыңдай мен осы жаңадан шыққан Black Pass'ты алатын боламын. Ал ендеше біз көп созбай видеомызды бастаймыз. Black Pass орындап осы одеждаларды алып алдым, на всякий случай. Қазір осыны киіп алатын боламын. Енді мен бомж емеспін абсолютно. Короче, осы бомж скинді удалить етіп жіберетін боламыз. И достар, мен осы мен алдыңғы видеода мен сол ақшаға, короче, бір Мерседес алдым. Сол Мерседесті осы 14-ға ауыстырып алдым. Ол да сток, мынау да сток болғасын. О да вообще тым болмағаннан кейін, кәдімгідей сток болғаннан кейін осыған ауыстырып алдым. Енді фото бар. Ал достар, біз осындай только вверх деген ойынды ойнап көрейін деп тұрмын. Мен шынымды айтсам, бұл ойынды вообще өтіп көрмеппін. Енді осыны қазір сіздерге скорспен көрсетіп жіберетін боламын. Бірақ достар, енді өте алмай жатсам, безавит айтқым келеді. Неге десеңдер, мен вообще бұл ойынды ойнай алмай қалғам, вообще қуып қалғамда. Алдыңғы обновлениедегі адамдар барлығы ойнап үйренген, ал мен болса вообще ондай ойнамағам ғой, короче. Сіздерге скорспен көрсетіп жіберейін. И біз осылай ұтылып қалдық достар. Енді мына жақта кейспам жіберіпті. Қазір сол кейспамды жаңа аштым. И бізге VIP платинум 3 күнге түсті. Енді бұны расплат етіп жіберемін, маған бұл керек емес. И мына жақта бос Транский, сосын Ахишка деген бала, яғни Диас деген бала үшеуміз жүрміз. И осы Black Pass'тағы осы кейс пляжный деген кейсті алуға чуть-чуть қалды. Осы бүгінгі видеода сол кейсті ашатын боламыз. Бүгінгі видео қызықты болады, сол үшін. И бізге тағы 2 кейспам берді достар. Қазір 2 кейспам ашамыз. И бізге не түсті? Біріншіне осындай бір қалай айтсам болады, мынау 9-ка ма сондай бір нәрсе ғой. Короче, бірінші 21 12 түсті. Короче, осындай азба сондай. Короче, осындай қайтын екіншісін ашып жіберетін боламыз. Бізге еще біреу берген болады, анау 5 рет ашқан үшін. И бізге приора түсіп кетті. Қазір тағы бір рет ашып жіберетін боламыз. И бізге осы жол нормально нәрсе түсе ма деп тұрмын негізіше. И так, не істейміз. Так, ал басайық шал достар. Мен осы жолы так. Бұл достар бізге 9-ка ма тоже бір нәрсе ғой. В общем, осының барлығын госқа сливать етеміз. И сол ақшаға анау кейсті ашу үшін бүкіл ақшамызды құртамыз сол үшін. Если событиядағы кейсті көрмегендер болса, осы кейс пляжный деген кейсті көрсетіп жіберейін. Ішінде самый неме Ferrari 90 Strada Spider ма сондай нәрсе. И мына жақта самый главный түсетін нәрсе маған банан түссе екен деп жүрмін. Енді осы нормальный нәрсе түссе екен, мынандай заттар керек емес. Мынандай түссе только Bitcoin түссе екен деп жүрмін. 12-каны госқа 100 мыңға сливать етіп жібереміз. Осы приораны да госқа сливать етіп жіберемін 150 мыңға.
ал үшіншісін потом госқа сливать етеміз. Ал мына жақта мен осы новыйдан шыққан ойынды ойнап көргелі тұрмын. Осы жақта бізге 2 минут береді екен. Бастадық достар. Бізде мен түсінгенім бойынша анау картада тұрған жерге барып монеталар жинаймыз. И монета нешінші орын алғанымызды барлығын сонымен көреткенбіз походу. И бірінші монетаны біз алдық. Бұл ойын что-то маған ұнап қалды. Басында мен түсінбей қалған болатынмын бұл ойынды. И қазір монетаны тағы бір рет монета алып аламыз. И міне үшінші монета кетті ма? Неше 2 ма 3 па? По идее 3 болу керек қой, или что, не понял, мен қуып қалдым ба әлде. Қазір мынаны алып жібереміз. И все, алдық. Енді тағы да осылай алып, хотя бы бірінші орынға шығып керек, либо үшінші орынға. Енді бірінші, екінші, үшінші орындарға нормальный жемчужин деген зат береткен, ол бізде событияның заттары екен. Қазір тезірек барып, так, мына монеталар жинап тастайық. Бірінші монета жиналды, тағы бір монета жиналды. Бізде 5 монета, и бізде уже 6-шы монета кетті. Енді қалған мына монеталарды алу сәл қиындау болып кетті ма, ше? Сәл так, мынаған прямой басып алып аламыз тағы біреуін. И бізде осындай скоростьта қалады екен достар, если андай осы немеге 10 метрға жақында қалатын болсан. И спидпак деген бар ғой, соны басып жібереміз да. Ой, бұл достар, оны алып кеткен жоқ, давай бас. Ой, суда достар, тағы бір рет алды. Біз екінші уже орында келе жатырмыз. Қазір қайтадан наған барып келейік, тез, давай. Енді бірінші орынға шығып алайықшы, давай. Үлгереміз ба, үлгермейміз ба, онысын білмеймін. Так, алдық. Бәлі достар, мен уже алған сайын анау адамды көбейіп жатыр ғой. И менде 11 болды. Енді хотя бы 2 монета жинап тастайықшы. 2 монета жинаған сайын. О достар, анаған үлгереміз. Ой, достар, үлгермей қалдық қой. Бұл не болды бұл достар? Короче, ана жақта бір өтір екен, соны алуға барайық. Ой, давай. Тез бар керек. Осылай ғой, всегда осылай ғой. Осыны алсақ, басқа жаққа ауысады. Айттым ғой достар, басқа жаққа ауысып кетті. Оған тезірек жетіп алу керек енді бізге. И достар, осымен біз екінші орынға шықтық. Жаңағы ойынды ойнап көбірек тапты. Осы кейс пляжный дегенді алатын боламыз. И бізге осы Диас деген бала көмектесті ақша құртуға. И достар, осыны аламыз да кейс пляжныйды ашамыз. Қазір нешіне не түсеткен ма қызықты болып тұр. И открыть дегенді қазір басамыз. Так, дайындалу керек. Енді мынандай нормальный нәрсе түсекен, енді жасылдан хотя бы блэк ойын түсекен, либо осы Феррари түсекен, фиолетовыйдан банан түсекен. Ал пропустить анимацию басып тұрамыз. И тактикамен ырымын жасап. И ой, буду. Достар. 800 блэк ойын айтқанымда уже түсіп кетеміз ғой. Мында Диас деген бала көмектесті, сол үшін деп жатырмын енді. Ё-моё, 800 блэк ойынға енді мен блэк пас алам ғой. И осы серверді ашатын боламыз. 800 осы түсті деп айтамыз. Деп жазып жібереміз. Все достар, енді қазір біз тезірек блэк пас алатын боламыз. Мен 800 блэк ойынды алдық. Енді мұнда деп жатыр Диас деген бала. Қазір енді тезірек блэк пасты сатып аламыз. Так, маған да сол түсті ғой дейді. Походу солай. Енді қазір блэк пасты алатын боламыз. Қазір тезірек алып, сол арқылы миллионер болып аламыз. Ой, короче, міне аламыз 790 блэк ойын. Суда, достар, біз алдық осымен. Көріп тұрғандарында еще бізге бір машина беріпті ғой. Black Pass алдым деп жазып жібердім. И, короче, қазір көріп жіберетін боламыз. Ревард жақтағы, міне ревардта міне. Осы Black Pass орында уже мықты болып немен дайындалу керек қой енді. Осы тачка ұнап тұрмаған, сол тачканы алып, короче, просто жаным алдыр қойын, если бұйырса рыноктар өсіп бара жататын болса, сонымен перекуп жасап деген сияқты нәрсе болады. Ал ендеше біз жалғастырамыз достар. И бізде мұнда кейспам жатыр екен, қазір кейспамжаны ашып жібереміз. И бізге осындай 12 ма сондай бір нәрсе түсті. 12 деппін ғой. 15 түсті. Енді бұны тоже госқа сыйлайды. Жоқ достар, мына Ведли деген осы көлікті алалық, сонау немеге Матизға ұқсайтын көлікше. Енді қазір соны көріп жіберетін боламыз, сіздерге обзор жасаймын. И достар, осы екен достар, міне әдемі екен, енді маған ұнап тұр, сәл-пәл креативін көтеріпті. Міне достар, көріп тұрғандарындай осы цветінің фарын жағамыз, и получается бізде әдемі екен, үстінде де жанып тұрады екен. И бұны гос бағасын қазір көріп жіберетін боламыз, и бізде 1 миллион гос екен.